Мен Нығметолла Кекбаев атындағы мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Құрманова Раушан Оразбекқызы. Бүгінгі сіздің назарларыңызға 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәнінен сатылған көлеңке тақырыбында сабағымды ұсынамын. Сәлеметсіңдер ме балалар? Ал балалар, бүгінгі сабақта кім жоқ балалар? Кім айтады? Сабина. Мұғалім, бүгінгі сабақта біз бәріміз түгелбіз. Жақсы, өте тамаша. Олай болса сабағымызды бастайық. Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабаққа көңіл күйлерің қалай болды? Тамаша! Жарайсыңдар. Сендердің бүгінгі сабақтарыңа сәттілік тілеймін. Олай болса барлығымыз тақтаға назар аударайық. Бүгінгі сабақта не үйренген екенбіз балалар? Кім оқиды? Қаныки, Нұрзина айта қойшы, бүгінгі сабақта не үйренеміз? Сөйлеу барысында иллюстрацияны қолдануды, мәтіннің құрылымын талдауды үйренеміз. Тамаша. Ал сабақта немен келеді екенбіз? Жақын айып. Шығарманың мазмұнын толық түсінуді, кейбір тұстарын жуан сұрақтар арқылы нақтылауды. Тамаша балалар. Бүгін олай болса балалар, мәтінмен жұмыс жасайды екенбіз, Ал балалар, сабақ барысын балалар, өздеріңіз білетіндей сабақ барысын бағалау парағымен өзімізді бағалап отырамыз. Қолдарыңызда барлықтарыңыздың бағалау парақшалары таратылған. Сол бағалау парақшаларында қарап отырсаңыздар жұмыс түрлері бар. Әр жұмыс түрлеріне берілген тапсырмалар бар. Ол тапсырмаларға жүзеге асыру үшін бірнеше дискриптивтер қойылған. Сол сабақ барысында сол дискриптивтерді орындаған жағдай болса, көрсетілгендей ұпай сандарын қойып отырасыздар. Түсінікті ме? Сабақ соңында өздеріңізді бағалап шығасыздар. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы сатылған көлеңке. Үйге осы жаңа тақырып бойынша қандай тапсырма бердің? Сіз бізге сатылған көлеңке жайлы бірнеше сұрақтар аясында жұмыс жасап келуді бергенсіз. Яғни мәтін бойынша талдау жасап, бірнеше ашық сұрақтар аясында жұмыс жасап келуді берген болдыңыз. Олай болса, балалар бүгінгі сабаққа дайынбыз деп ойлаймын. Келесі тапсырма, балалар, мәтінді рөлге бөліп оқимыз. Ал балалар, сатылған көлеңке мәтіннің кейіпкерлері кім екен? Дархан. Байна Шаура. Жарайсыңдар. Және авторға сөз берейік. Бірінші автор кім болады екен? Сабина, сіз боламыз. Байдың рөлі кім алады? Бекзат. Шаруаның рөлі Санжар. Ал бастаймыз. Баяғыда бір бай болыпты. Оның үйі қара жолдың бойында, үлкен тұт ағашының қасында екен. Жазды күні үй іші қапырық ыстық болғанда бай сол ағаштың көлеңкесіне төсек салып жатады екен. Бірде үлкен жолмен өтіп бара жатқан шаруа сол тұт ағаштың көлеңкесіне демалуға отырып ұйықтап кетіпті. Сен кімсің? Саған бұл жерде ұйықтауға кім рұқсат берді? Тез кет, деп бай айғай салады. Мен неге кетуім керек? Деп сұрайды шаруа. Ағаш менікі, оның көлеңкесі де менікі. Олай болса сол көлеңкені маған сат. Ақша туралы әңгімені естігенде байдың көзі шоқтай жанып, жақсы, ақшаңды әкел, көлеңкені ала ғой, деп бірден келсе кетеді. Шаруа көлеңкені сатып алады. Енді тұт ағашының алмақты көлеңкесі шаруанікі болады. Ол сол көлеңкеде жатып демалады. Көлеңке байдың ауласына түскенде шаруа сол жаққа барып жатады. Көлеңке байдың қонақ бөлмесіне ас үйіне түсетін болса, шаруа сол жерге барып жатып жүрді. Өзінің ағаттық жасағанын түсінген бай ештеңе жасай алмайтынын білді. Мен көлеңкені сатып алдым. Ол енді байдікі емес, сондықтан достарыңды шақырып, рахаттанып неге көрмеске? Деп ойлайды шаруа. Бір күні байдың үйінде қонақтар отырған кезде шаруа да өзінің достарымен келіп қалады. Олар келген кезде байдың қонақтары тұт ағашының көлеңкесінде отыр екен. Шаруа байдың қонақтарынан орынды босатуды сұрайды. Таңданған қонақтар бұның себебін сұрайды. Не айтарын білмеген бай тілін тістеп үн шығармайды. Ал шаруа болса маңыздана. Бұл мына достарыңыздан сатып алған көлеңкем ғой. Сондықтан кез келген уақытта осы көлеңкенің астына демалуыма болады, дейді. Байдың қонақтары оған ұзақ күледі. Ал көшедегі балалар Сараңбай, көлеңке сатқан Сараңбай деп мазақ қылады. Мұндай масқаралыққа шыдай алмаған бай қалаға көшіп кетеді. Тапқыр шаруа тұт ағашының көлеңкесіне ғана емес, байдың үйіне де ие болады. Жақсы, тамаша балалар. Өте жақсы оқып шықтыңдар. Ал балалар, келесі тапсырмаға көшпес бұрын бір сұраққа жауап
өмірде не сатылмайды балдар? мұғалім Ал бекзат, достық және де табиғат. табиғат, туыстар сатылмайды. Өмірде әділдік, мейірімділік және білім Тамаша. өмірде денсаулық, табиғат, Айтып кетті ғой, достық. Мұғалім. Тақ қосымша айтып. адамдар арасында қарым-қатынас. Дұрыс, құндылықтар, адамдар арасында қарым-қатынас сатылмайды. Бізбен сіздердің арасында қарым-қатынас, отбасылық қарым-қатынас сатыла ма өмірде? Табиғат құбылыстары сатыла ма мәтіндегідей? Сатылмайды, өмірде сатылмайтын нәрселер өте көп. Соны бағалай білуіміз қажет балалар, иә? Ал келесі тапсырмаға назар аударайық. Барлығымыз бізге бұл түймедағы әдісі бойынша бірнеше ашық сұрақтар аясында жұмыс жасаймыз. Яғни бұл деңгейі бойынша әртүрлі тапсырмалар берілген. Әр топтан 2 оқушы алып, өзіне тиесілі 2 қарапайым, анықтаушы, тәжірибелік, интерпретациялық, шығармашылық және бағалаушы сұрақтарды алады. Бірінші топ келіп, топ мүшесі кім? Ұлдана келе ғой. 2 бағыттағы сұрақты аламыз. Дауыстап оқимыз. Қандай сұрақ алдыңыз? Қарапайым сұрақ болып жүріңіз дауыстап. ертегінің кейіпкерлерінің ата және бойындағы қасиеттерін Сипаттар. Бұл сіздердің тапсырмаларыңыз. Екінші анықтаушы сұрақ. ертегінің негізгі ойын анықта. Тамаша. Түсінікті ғой, иә? Ал екінші топ келе қойсаңша тәжірибелік және интерпретациялық сұрақтар. Оқимыз. Дауыстап оқимыз барлығы еститіндей. Тәжірибелік сұрағын оқиды. Тәжірибелік сұрағын оқиды. Кейіпкерлердің орнында не істер едің? Тамаша. Келесі. Интерпретациялық сұрақ. Неге мұндай әрекетке барды деп ойлайсың? Тапсырма түсінікті, иә? Екінші топ. Үшінші топ келіңіздер. Нұрсила. Шығармашылық тапсырмасы және барлық тапсырмалардың деңгейі бірдей болады. Егер бай көлеңкені сатпағанда ертегі қалай жалғасуы мүмкін еді? Бұл жау жасайсыздар. Қай кейіпкердің әрекетін дұрыс немесе бұрыс деп ойлайсың? Және неге? Иә? Жақсы. Тамаша. Ал тапсырма бойынша топтық талқылауды бастаймыз. Ал балалар, бірінші топ дайынбыз ба? Қарапайым және анықтаушы сұрақтар берілген сіздерге. Кім жауап береді? Ұлдана. Ертегінің негізгі ойын анықта. Біреуге қиянат жасап, өзің бақытты бола алмайсың. Дұрыс, негізгі ойы сол болып тұр, иә? Тағы қосымша айтарларыңыз бар ма? Топ мүшелері, тағы не қосуға болады негізгі ойдан? Өмірде ақшаға құныға бермеу қажет, және де өмірде барлық зат сатыла бермейді. Тамаша, өте жақсы жауап. Ал Бекзат, сұрағыңызды оқыңыз. ертегінің кейіпкерлері ата және бойындағы қасиеттерді сипаттар. Бай, аңғал, сараң, қызғаншақ. Шаруа, тапқыр, пысық, қу және де айлакер. Жақсы, осы сөздеріңізді дәлелдейтін мәтін ішінен байдың сараңдығын дәлелдеп көрсететін сол бөлікті тауып оқып беретін адам бар ма? Бөлігіңізден тағы оқиды. Айнұрсын оқисың ба оқиды? Ақша туралы әңгімені естігенде байдың көзі шоқтай жанып, жақсы ақшаңды әкелді, көлеңкеңді ала ғой деп бірден келісе кетеді. Көрдіңіздер ме? Мінекей дәлелдеді ма сараң екені? Иә? Жаңағы ақшаны ести салып, не деді? Сатылмайтын көлеңкені сатып жіберді. Өте тамаша. Қанекей бірінші топты бағалап жіберейік. Тамаша! Екінші топ сіздердің сұрақтарыңыз қандай еді? Тәжірибелік және интерпретациялық сұрақтар. Ал жауап беретін Балжан. Кейіпкерлердің орнында не істер едің? Мен байдың орнында болсам, шаруаны құдай қонақ етіп, еңбегін астан беріп қонақ етер едім. Ал шаруаның орнында болсам, мен байды көлеңкені сатуға итермелемейтін едім. Дұрыс айтасың, итермелемейтін едім. Шаруаның істеген әрекеті дұрыс деп ойлайсыздар ма? Дұрыс емес, иә? Оны толықтыратын мына топ, иә? Қазір осы сұрақ бойынша. Келесі. Бізге интерпретациялық сұрақ берілді. Бай неге мұндай әрекетке барды деп ойлайсың? Бай ақшаға құныққаннан, қызығушылық болғаннан, және де сол көлеңкені сатуға мәжбүр болды. Және де шаруа оны Неге мәжбүр болды? себебі шаруа сараңдығын пайдаланып, және сол көлеңкені сатуға итермеледі. Сатуға
итермеледі, ақшаны көрсетті. Ақшаны көрген бай көзі еш нәрсе көрмей сатуға, сатылмайтын нәрсеге қызығып сатып жіберді. Өте тамаша. Екінші топты бағалайықшы. Тамаша. Жарайсыңдар. Үшінші топ сіздерге өте қызық сұрақтар екен. Шығармашылық және бағалаушы. Ал Жарқынай оқи ғой. Менің жауап беретін сұрағым бағалаушы. Қай кейіпкердің әрекеті дұрыс немесе бұрыс деп ойлайсың? Неге? Бұл ертегіде менің ойымша, біздің топтың ойынша, екі кейіпкердің де әрекеті дұрыс емес. Себебі бай дүниедегі сатылмайтын қымбат құндылықты сатып жіберді. Бай ол әрекеттің орнына тұт ағашының көлеңкесін бірге рақатын көруіне болатын еді. Немесе шаруаны құдай қонақ қылып үйінде аз тызым беруіне болатын еді. Ал шаруа болса оның байдың аңғалылығын пайдаланып, оның ақшаға қатты қынығатынын пайдаланып, дүниедегі сатылмайтын нәрсені сатып алды. Шаруаның бұлай әрекеті дұрыс емес. Ол мысалы шаруалар егінші болады. Егіннің бірге бөлісуіне болатын еді. Ары қарай екеуі жақсы тату-тәтті өмір сүре алатын жағдай жасауға болатын еді, иә? Сатылмайтын нәрсені сатып жіберді. Енді бай соңында қандай жағдайға тап болды? Кім қосымша айтады? Айта қойшы Нұрсила. Бай қандай қиыншылыққа тап болды соңында? Бай үйсіз қалды және мазаққа қалды. Тамаша, үйсіз қалды. Үйсіз қалу өте қиын, иә балалар? Келісесіздер ме? Келесі сұрақтарымыз. Маған шығармашылық. Бізге шығармашылық тапсырма берілді, иә, сіздерге? Егер бай көлеңкені сатпағанда, ертегі қалай жалғасуы мүмкін еді? Болжау. Егер бай көлеңкені сатпағанда, соңында үйсіз қалмайтын еді бай. Және де өзі шаруамен бірге дос болар еді. Шаруа алған. Өзі шаруа болғандықтан егін егеді. Талай егінді есі тереді. Көмегі тереді. Тамаша. Кәнекей бағалайық үшінші топты. Тамаша. Бағалау парақшасына өздеріңіздің бағаларыңызды қойып қойыңыздар. Ал балалар, бүгінгі сабаққа кері байланыс жасайық. Балалар, бүгінгі сабақта сатылған көлеңке мәтінінен өздеріңнің өмірлеріне ары қарай дамытуға білім қандай алғандарыңды бүгінгі мынау соңғы кері байланыс арқылы, төл сөйлем арқылы анықтауына болады екен. Балалар, бірінші не жазады екенбіз? Бүгінгі алған сабағымыз, бүгінгі алған тақырыбымыз бойынша пікір жазады екенбіз. Екінші, ол пікірге дәлел жазады екенбіз. Келесі, мысал келтіреміз өмірден, және де қандай қорытынды келді ойларына осы мәтіннен. Өмірде қандай білім алдыңдар осы мәтіннен. Сол туралы қолдарындағы берілген кері байланыс парақшаларын толтырып, өз сөйлем арқылы жеткізеді. Ал балалар, пікірлеріңді, өз дәлелдеріңді, мысалдарыңды және қорытындыларыңды парақшаға жазып болсаңыздар, кәнекей назарымызды бері аударамыз. Кәнекей бүгінгі сабақ бойынша қандай пікір қалыптасты? Өзінің жазғанын кім оқып береді? Нұрдина оқи ғой. Бұл мәтінде байдың да шаруаның да істегені дұрыс болмады пікір. Дұрыс болмады деп ойлайсың. Неге дұрыс болмады? Дәлел, өйткені олар табиғат құбылысына сауда жасады. Жақсы. Мысал келтірші. Мысал келтіргенде өмірде табиғат құбылыстары адамның жан дүниесі қарым-қатынас сатылмайды. Қандай қорытынды қалыптасты ойларыңызда? Кім айтады балалар? Қандай қорытынды қалыптасты әсел? Адамға қиянат жасасаң өзіңе бақыт келмейді. Дұрыс. Адамға қиянат жасау арқылы өзің бақытты болмайсың. Барлық нәрсе өмірде сатыла бермейді. Келесі, алдарыңдағы бағалау парақшаға назар аударамыз. Өздеріңізді бағалап отырыңыздар сабақ бойы. Сол бағаларыңызды кәнекей ортаға салып айтайық. Кім қанша балл жинады? 13 балл ұпайды жинаған оқушы бар ма? Қанша оқушы? Жарайсыңдар. 12 ұпай жинағандар қанша? Жарайсыздар. 11 ұпай жинаған бала қанша? Яғни жоқ. Яғни бүгінгі сабағымызда 13 және 11 ұпай жинады. Қандай балға ие болады? 13 ұпай жинаған оқушы? 10 балға. 12 ұпай жинаған оқушы? Бүгінгі
бағаларыңыз осы сіздердің. Ал балалар, бүгінгі сабақта алған білімдеріңді өмірде пайдалана білетін, білімді тұлға болып өсулеріңе мен тілектеспін әрине. Балалар, осымен алған білімдеріңді өмірде қолдана білетіндеріңе мен сенімдімін. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.